Дәл мына кісінің бала көтерген мүлдем мүмкіншілігі жоқ еді. Қараңыз. Міне астенозоспермия деген заключение қойып берген врач. Міне 3 февраль бұл жаңа алтын қоңыз ішпей тұрып анализ тапсырған. Міне алтын қоңыз ішпей тұрып тапсырған анализім. Енді алтын қоңыз ішіп болған соң анализ тапсырған анализім дейді. Қараңыздар, заключениеде нормозоспермия алдыңға қарағанда жақсарып қалған. Яғни бала көтеруге шанс бар деген сөз. Біз қайталап ішіп көруді ұсындық. Енді алдағы уақытта нәтижесін бөлісетін боламыз. Одан бөлек бала көтерген отзывтар жетерлік. Оны осы видеоның жалғасынан көре аласыз. Сол мана Рафқат дегеннен естіп едім. Содан жақсы болдым дейді. Келіншегім көтеріп кішкентайлы болдым деп осыны айтқаннан кейін хабарласып отыр едім ғой. Красиво ішіп көрейін деп. Алдыңғы видеодағы алтын қоңыз деген өнім міне мынау. Осы алтын қоңызды ішіп емделіп жатқандар қаншама. Егер сізде емделгіңіз келсе, осы алтын қоңызды ішіп WhatsApp-қа жазыңыз, профилдегі сілтемеге өтіп.